Саламатсызба, құрметті студенттер мен оқушылар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз ақпараттандыру құралдары, техникалық құралдар. Ақпараттандыру құралдары дегеніміз не? Ақпараттандыру құралдары ақпаратты жинау, сақтау, өңдеу, жеткізу және тарату арналған барлық құралдар мен жүйелер. Олар адамға ақпаратты тез табуға, өңдеуге, алмасуға, сақтауға көмектеседі. Техникалық құралдар дегеніміз не? Техникалық құралдар ақпаратпен жұмыс істеуге арналған электрондық және механикалық құралдар. Ақпаратты енгізу құралдары: пернетақта, мәтін енгізу, тышқан басқару, сканер, қағазда ақпаратты цифрлау, микрофон, дыбыс енгізу, веб-камера, бейне енгізу. Ақпаратты өңдеу құралдары: компьютер ақпаратты өңдейді, процессор есептеулер жүргізеді, сервис үлкен деректерді өңдейді. Ақпаратты сақтау құралдары: қатты диск, қатқыл диск, HDD, мәлімет сақтау, флешка, тасымалдау, пульт, Google Drive тағы басқа. Интернетте сақтау, HDD, DVD, мәлімет сақтау. Ақпараттандыру тарату құралдары: интернет сақтау, алмасу, Wi-Fi, сымсыз байланыс, ұялы телефон, байланыс, модем, желінің қосу. Қорытынды: ақпараттандыру құралдары мен техникалық құралдар қазіргі қоғамның ажырамас бөлігі болып табылады. Олар ақпаратты жинауға, өңдеуге, сақтауға және таратуға мүмкіндік береді. Компьютер, интернет, сканер, ұялы телефон сияқты технологиялық құралдар адамның жұмысына жеңілдететін, уақытты үнемдеуге көмектеседі. Ақпараттық техникалардың дамуына білу, алу, байланыс жасау және басқару салаларын жаңа деңгейге көтерді. Сондықтан ақпараттандыру құралдары тиімді пайдалану заман талабына сай өмір сүрудің маңызды шарты болып табылады.